Қазақстандық танымал продюсер Гүлзира Айдарбекова қалың көпшілікке өз көлігін көрсетті. Қайрат Нұртастың анасы желіде ақ түсті темір тұлпарының видеосын жариялады. Белгілі продюсер өз автосымен ұзақ сапарларға да шығып жүргенін айтты. Ол жақында Шымкент қаласына жақындарының қуанышына арнайы барып қайтқан. Шымқалаға барып, 6 күнде тойларға да кіріп, бір жағы жақсы демалып, гүл көлігімен гүл болып барып қайттық. Өз жеріміздегі біраз демалыс орындарын көріп таңдандық. Келесі жазбаларыма монтаждап салатын боламын. Бізді құрметтеп күтіп жіберген іні-сіңілі достарымызға алғысымыз шексіз. Күннің жылысында жан-жағымыздағы адамдардың да жылылығын сезініп, керемет көңіл күйде болдық. Сіздерге де Алла жақсы күндерді, жақсы жандармен өткізуді жасын деп жазды ол өзінің Instagram парақшасында. Егер видео ұнаса лайк басып, видео астына өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Видеоны ұсынған Ice KZ каналы.